Уақытша неке. 3 бөлім. Ал күтіп тұрған машинаң қайда барамыз? Жігіт күмілжей төмен қарап, шекесін қасып, сәл қипақтап тұрды да, лезде бойын жинап, шынын айтты. Қайдағы машина, қайтер екен деп саған жай айта салғам. Осы жолы да қырсығып сыртқа шықпайтын шығар десем. Не деген қызық жансың өзің. Көзге шыққан сүйелдей боп, енді осы жерде тұра береміз бе? Деді бұл кекесінмен. Онда анау қалың бақтың ішінде ел көзінен таса бір кафе бар, соған барайық. Мейлі, деді бұл. Сауылдаған сары ала, қызыл ала жапырақтарды кешіп, екеуі тал түсте бақ ішімен үн-түнсіз жүріп келеді. Жазға бергісіз мизам шумақ, löпіл еткен жел жоқ, аспан да шайдай ашық. Дегенмен ауадан дымқыл күздің иісі аңқиды. Бұрынғы киноларда жігіт пен қыз түн қараңғысында, айлы аспан аясында қол ұстасып қыдырушы еді. Шаңқай тал түсте біздіңкі қызық болды-ау, деп Күлшат мырс етіп күлді. Неге біз жұрттың істегенін қайталап, дайын сценарий бойынша өмір сүруіміз керек, деді жігіт таңғала. Ал мен жұрттың сөзіне бола сенімен сөйлесуге шыққанымды білмейсің ғой деп ойлады ішінен Күлшат. Түрі тым жүдеу екен, жағына пышақ жанығандай, киімі де жұпыны сияқты ма, қалай? Күлшат оған басынан аяғына дейін байыппен асықпай қарады. Тұңғыш рет бүгін көріп тұрғандай, ол да көз алдырмай қарап қапты. Негізі саған осылай киінген жарасады екен, жас қыз сияқты көрінесің, деді Әділбек сүйсіне. Үнемі классикалық стильдегі қоңыр қара түсті киімдер киіп, білектек бұрымың тастай ғып төбесіне түйіп, хан қызындай қақшиып жүретін Күлшат бұл жолы ұзын шашы желкесінен бір буып, жеңіл спорттық киіммен шыға салған еді. Жас сияқты көрінетіндерді қайтесің, жап-жас қыздар маңайыңда толып жүрген жоқ па деп, Күлшат оның көңіліне келген сөзді тежемей лақ еткізіп айта салды. Қарап тұрмай, тілінен қағынған өзінен көрсін. Иә, жас қыздар толып жүргені рас. Жолап кетсең, бірден пәтеріңіз бар ма, машинаңыз бар ма, айлығыңыз қанша деп жаныңды алатын жас қыздар аз емес әрине, деді ол байыпты үнмен. Тіпті ауылда тұратын 60-тағы әкеме де бір жап-жас қыз тиіп алды. Шешеміз қайтыс болған бетте, егде тартқан жасында да 10 шақты баласы барына да қарамай. Өгей шешеміз менен 2 жас қана үлкен, туған ағаммен түйдей құрдас. Бала кезден тұрмыс таршылығын көп көрген біреу болар сірә. Екеуінің арасында бір жылы сезім болғанынан бас қосты деп өзім ойламаймын. Бұлар бас сұққан кафенің тұтас бір қабырғасы айнадай жарқыраған үлкен терезе екен. Содан сол маңай тегіс көрінеді. Бақ ішіндегі жап-жасыл алаңқайда адамдар футбол ойнап жүр екен. Шуылдай қарап тұрған жан күйерлер қарамы да әжептеуір. Бір доп қашады, 20 шақты ақмақ қуады. Оларға 30-40 ақмақ есі кете қарап тұрады. Осыған жұрттың неге қызығатындарын түсінбеймін, деді Әділбек, ойыншыларға сыртынан көз салып. Неге миллионер боп кеткен футболшылар бар ғой әлемде? Ақыл ой сайыстарымен шахмат болса, дөрекі спорт түрлерін спорт деп мойындамаймын. Төптің түбінде күш жұмсап біреудің мұрнын сындыратын бокс сияқтының бәрі қалуға тиіс. Өткен ғасырларда Европада болған дуэльдер сияқты. Күлшат оның ешкімге ұқсамайтын тың пікірлерін әлі де ести түскісі кеп, әңгімеге тамызық тастады. Штанга көтеріп жүрген чемпион қыздар ше. Ол енді әйел затының табиғатына мүлде келмейтін кереғар нәрсе ғой, деді Әділбек сәл қызбалана. Сосын жақсы әйелдің бойында ерге тән қайрат пен жігер, қызға тән иба мен нәзіктік болуы керек дегенді қосты. Екеуі қалықтап жерге қонып жатқан сары қызыл жапырақтарға сырттай қарап отырып, үнсіз тамақ ішті. Кешкісін бұл жер азан-қазан, у-шу, музыка, темекінің көк түтіні болатын шығар. Күндіз тып-тыныш екен. Жанға жайлы тыныштық. Бұл жерде уақыттың өзі тоқтар-тоқтамас боп жүрісін баяулатқандай тіпті. Экраннан дыбыссыз кино қарап отырған адамдар сияқтымыз, деді Күлшат.
Иә, бәріміз де өмір атты киноның жағымды, жағымсыз кейіпкерлеріміз ғой. Әділбек, сен өзің қандай кейіпкермін деп ойлайсың? Сірә, мен жағымсыз кейіпкер шығармын. Қызық екен. Неге? Анамыз қайтыс болғасын қарындастарым жан-жаққа тұрмыс құрып кетті. Менің жүрісім мынау, салт басты, сабау қамшылы. Әлі күнге ешкім сол байғұс қыздардың бірде-біреуінің артынан іздеп барған жоқ. Әлі бірде-біреуінің төсек орны берілген жоқ. Әкеміздің өз қызығы өзінде. Қолдан келер қайраным жоқ, соған намысым келеді. Өзің неге оларды іздеп бармайсың? Деп сұрады. Қарындастарымның бетіне шіркеу болып, құр қалай барамын? Сүр бойдақ ағасы екі қолын қалтасына салып, сопа басы жетіп келді демей ме? Бауырларына ұят келмеуін ойлаған тура мен сияқты, деп түйді Гүлшат. Тым тәуір айлық аламын, алайда соның түк берекесі жоқ. Сірә баяғы заманда сүйектері қурап қалған дана шалдар бас еке болмай, мал еке болмайтынын мен сияқтыларға бекерден бекер ескертпеген болар. Ал аға жеңгең неге қарындастарыңның артынан бармайды? Оларға өкпе жоқ. Бала шағасы жас. Студент кезімде ағам аузынан жырып тапқан таянғанын маған салып тұратын. Сен қатарыңнан қалмай киініп жүр, қарның ашып қалмасын деп. Өзі де мектепте жақсы оқыған. Бірақ мен алаңсыз оқысын деп жастай қара жұмысқа жегілді. Ағамның сол жақсылығын қалай, қашан қайтарамын деп уайымдаймын. Гүлшат Әділбекпен екеуінің арасынан іштей біраз ұқсастықты тапқандай болды. Бәріне қабырғасы қайысып, бойына ас сіңбей жүр екен ғой. Қайтсын-ай, жүдеу жігіттің жүрегінде жатқан үлкен мұңды жан тәнімен сезінген ол, бір сәт осынау жалған дүниеде өзінің содан жақын ешкімі жоқтай сезінді. Бірақ сыртын сыртқа шығаруға қымсынды. Біздің Күнтай, шешемді айтамын, әкесіз бала шала жетім, анасыз бала таза жетім дегенді кей-кейде айтып қалатын деді. Гүлшат үнсіздікті бұзып, ол өзі жастай жесір қалса да бар баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Әлі күнге жарға құлағы жастыққа тимей шапқылап жүр. Қайтсем ұлдарды аяқтандырамын деп. Өйткені ол кісі кеме ғой, және анау-мынау емес, нағыз мұз жарғыш кеме, деді Әділбек. Гүлшат әуелі оның не айтқысы келгенін ұқпай да қалды. Апаң өлсе жезден басқа әйел алады, әкең де солай. Ал ана қанша баласы болса да бәрін шашау шығармай, соққан алапат дауылға да, төпеп тұрған жауынға да қарамай, мияусы мол, шөбі шүйгін шуақты арал іздеп алға тартып кететін кеме емей не? Гүлшат өзі де әке жезде, шеше кеме дегенді бала кезден естіп өсті ғой. Дегенмен ақыл тоқтатқан жігіттің албырт бала ұқсап, таныс мақалды сонша тәшпіштей түсіндірген түріне қызыға қарап қалды да, «Иә, рас айтасың» деп еріксіз басын изеді. Екеуі сап-сары сағыныш тұнған сары ала бақтың ішін үнсіз аралап, қас қарайғанша жүрді. Тек әйтеуір жатақхананың тұсына келген кезде, «Гүлшат, бүгін сені бар шаруаңнан қалдырған шығармын. Асығыс жұмыстарың жоқ беді?» деп Әділбек оның бетіне сынай қарады. «Інімнің киімдерін үтіктеуім керек еді, ертең сабақ қой». «Бәрін неге өз мойныңа ала бересің? Жігіт емес пе, үтіктеп үйренсін. Ертең сен кеткенде не істейді?» деді. «Мен қайда кетеді екем?» деп сұрады Гүлшат. «Қанша уақыттан бері мен неге сенің ізіңде жүр деп ойлайсың? Сонда не, аңдыған жау алмай қоймайды демекшісің бе?» деді Гүлшат. «Жауың не? Мен өмір бойы жау емес, жанымды ұғар дос іздеп жүрген адаммын. Менің іздегенім ерге ер, серіге серік болуға жарайтын сен сияқты жан», деді үнсіз. «Жас қыз алғаның дұрыс қой, кейін өкініп жүрмес үшін. Сол жас қыздардан сенің жолың да жөнің де бөлек. Айналып, үйіріліп, қайта-қайта неге саған келе береді дейсің? Болды, ертең ЗАГСке өтініш береміз» деп Әділбек Гүлшаттың қолынан аялай ұстап алақанына салды. Жігіттің мысы басты ма, Гүлшат не дерін білмей, көзін төмен салып үнсіз тұрып қалды. Тұла бойынан жып-жылы бір сәуле жүгіріп өткендей болды. Тіпті не боп не қойғанын түсінер халде емес еді.
қанша жыл ширығып өзінің заты нәзік қыз екенін ұмытып, нар көтерер ауыр жүкті арқасына салып ап, тағдырдың асу белдерінен жалғыз асып келе жатқан ол жігіттің мойнынан тарс құшақтай алып, көз жасына ерік беріп, еңіз-теңіз егілгісі келді. Бірақ жылдар бойғы қалыптасқан әдетімен сырын сыртқа шығармай өзін-өзі ұстап қалды. Шынымды айтсам, бүгін менің саған ең соңғы келуім еді. Қашанғы сандалып соңынан жүре беремін. Не де болса айтарымды жасырмай айтып, бір жағына шығайын деп ойлағам, деп күлді Әділбек қоштасар сәтте. Гүлшат жатақханадағы жалғыз бөлмесі жарты патшалығына кірер-кірместен «Ал күнеке, тойға дайындала бер» деп телефон тұтқасына жабысты. Гүлшат өзін алда абыр-сабыр қызу тірлік күтіп тұрғанын келін боп түсе сала, өзінен бұрын күйеуге тиіп кеткен қайын сіңлілерінің көрпе төсегін дайындауға білек сыбанып кірісетінін, сосын Әділбек екеуі төркінін сағынған сол мұңлықтардың артынан іздеп барып, бұрын көрмеген құда жекжаттардың құрметіне бөленетіндіктерін, көп ұзамай қошқардай қос ұл тауып, кең пәтерлі болып, сол құтты шаңырақтарының іші күлкі мен шаттыққа толарын, төрінен өмірі қонақ арылмасын, жалғыз қайын ағасының бар баласын оқытып, ол-олма жастай жесір қалған өгей енесінен тараған бар баланы аяқтандыратындарын қайдан білсін.